Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді болып шығатын оливье салатын жасайтын боламыз. Тез әрі оңай жасалынатын салаттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге картоп, сәбіз қажет болады және де жұмыртқа қажет болады. Бұлардың барлығын асып аламыз алдымен. Одан кейін бізге колбаса қажет және де тұздалған қияр және де жүгері және майонез қажет болады. Дәміне қарай тұз қажет болатын болады. Ең алдымен барлық қоспаларды төрт бұрыштап турап аламыз. Яғни картопты, сәбізді, жұмыртқаны, колбаса және де тұздалған қиярымызды видеода көрсетілгендей қылып, тез-тез төрт бұрышты қылып турап алатын боламыз. Салат өте тез әрі дәмді болып шығатын салаттардың бірі және де тойымды болып шығады. Өте керемет салаттардың бірі, барлық қоспалардың барлығы дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда талай-талай жақсы рецептер шығатын болады. Мінекей достар, біз барлық қоспаларды төрт бұрыштап турап алдық. Енді осы қоспаларымызға біз горохтарымызды салатын боламыз. Мен горохты осылай суымен бірге қосатын боламыз. Сол кезде әдемі болып шығады салатымыз. Енді майонезімізді салып, тұз бұрышын салатын боламыз. Және де жақсылап барлығын араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте тез әрі дәмді және де тойымды болып шығатын салаттардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер және де барлықтарыңызға ас болсын.